Сәлем достар, сіздермен Әйгерім, сіздермен өте күшті салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Бізге осындай грудинка қажет болады. Соның 400 грамын осылай тура видеодағыдай етіп, соломка етіп турап шығатын боламыз барлығын. Грудинкамызды турап алдық, енді маринадтаймыз. Бір жұмыртқа, тұз және де қара бұрыш керек бізге, және де кукурузный крахмалымызды қосып, бір қасық соя соусымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді осы аралықта біз цветная капустамызды ыстық су құйып 10 минуттай қайнатып алатын боламыз. Осындай капустаның, кішкентай капустаны қолдансаңыздар болады. Менде үлкен болып кетті, сол себепті жартысы ғана қолданылды. Біздің капустамыз дайын болды, көп қайнап кетпеу керек. Және де осындай чеснокты кішкене 100 грамм ыстық су құйып қойып қоятын боламыз. Енді ыдысымызға қызыл перец және де паприканы, қара бұрышты қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Қазір біз бұны май құйып мариновать ететін боламыз. Және де осындай бізге кинза қажет болады, яғни сельдери деп те аталады. Барлығын кубик етіп турап шығамыз, және де 3-4 чесногымызды осылай майда етіп турап шығып алатын боламыз. Енді жаңа дайындап алған приправаларымызға осындай ыстық майды құйып, міндетті түрде ыстық май құйыңыздар, осылай қайнау керек, құйып алатын боламыз. Енді біз дайындаған маринадқа қойған грудинкаларымызды майда қуырып алатын боламыз. Біздің еттеріміз осылай қызарып, әдемі болып қуырылып шығады. Міне барлығы дайын болды, сүзіп алатын боламыз. Енді қазір біз қалған салатқа қосатын заттарымызды турап шығатын боламыз. Бізге қажетті енді осындай түрлі түсті болгарскийлер қажет, яғни тәтті бұрыштар қажет. Осылай барлығын соломка етіп турап шығатын боламыз. Бізге бір ғана осы сары түстен бір ғана тәтті бұрыш жеткілікті, және де қызыл бұрыштан да бір үштігі жеткілікті болады осы салатымызға. Дәл осы салат бізден 4 тарелка немесе 5 тарелкаға шығаруға болады. Яғни 5 метрлік столға арналған салат. Қызанақтарымызды тура видеодағыдай етіп, үлкен көлемде етіп турап шығатын боламыз. Немесе чили помидор қолдансаңыздар да болады. Қызанақтарымызды турап алдық. Енді бізге осындай 2-3 түк огурцы қажет болады. Әдемілеп турап шығатын боламыз, барлығын соломка етіп. Огурцы турап алдық. Енді осындай түрлі түсті капустамызды ақырындап, қатты езіп алмай ажыратып аламыз, гүлдерін ерекше етіп. Міне барлық керекті продуктілеріміздің бәрін турап алдық. Енді барлығын қосып араластыратын боламыз. Қуырылған грудинкалар салынды жаңағы. Енді перестерге жаңағы чесногымыздың суын құйып, соус дайындайтын боламыз. Енді осы соусты біз салатымызға қосатын боламыз. Енді жарты шайнек ложка тұзымызды салып, және де бір қасық соя соусымызды қосып жіберетін боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Капустамызды ұмытып кетпейік. Айтпақшыдай, ақырындап осындай кепкір дейді ма, қалай сіздерде қалай аталады білмеймін, бізде кепкір деп аталады. Оңтүстік жақта осылай ақырындап араластырып алатын боламыз барлығын. Міне достар, біздің салатымыздың түрі де дәмі де өте ерекше болып шықты. Әсіресе жиындарға жасасаңыздар болады. Видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім.